Қайырлы күн достар, сіздерге духовкасыз дайындалатын, оңай дайындалатын торттың рецебімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Печеньемізді алып осындай бөлшектерге бөліп аламыз. Бетінен грецкий орехты салып дайындап қоямыз. Енді осының бетіне құятын сиропты дайындаймыз. Қантымыз бен какаомызды араластырып аламыз. Және де су құйып біркелкі етіп араластырамыз. Енді үй температурасында сары майымызды салып тағы да араластырып, баяу отта сары май ерігенше араластырамыз және де кішкене қайнатамыз сиропымызды. Міне осылай қайнатып аламыз және дайын болғаннан кейін суытып қойып қоямыз. Суығаннан кейін сиропымызды алып осы печеньенің бетіне құямыз. Жақсылап араластырамыз. Печенье өзіне осы сиропты сіңіріп, өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған массамызды алып осылай формаға орналастырамыз. Тегістеп бәрін қасықтың көмегімен бастырып, салып шығамыз. Холодильникке қойып қоямыз. Енді глазур дайындаймыз. Бізге сливки қажет болады. Ыстық сливкеге осындай шоколадымызды алып ертіп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді холодильниктегі жаңағы біздің формадағы тортымыздың бетіне осы глазурды құйып шығамыз. Енді осы тортымызды алып тағы да холодильникке 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Өзіне осы глазурды, жаңағы сиропты сіңіріп, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Мен бір түнге қойып қойдым. Енді әсемдесеңіздер болады. Міне тортымыз дайын болды. Бетінде үйдегі бар затпен мен әсемдедім. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Қолжетімді ингредиенттерін жасалады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жанар барлықтарыңызға аз болсын.